Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 45-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлем. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Ас атасы нан. Науан әжесіне еріп, егіс даласына келді. Ол бидай сабақтарын көріп, "Мына өсіп тұрғандар не?" деп сұрады. "Науанжан, бұл пісіп тұрған нан", деді әжесі. "Нан болса, таба нан қайда?" "Таба нан да осы дәннің ішінде." "Ақ тоқаш ше?" "Тоқаш та осы дәннің ішінде." Кіп-кішкентай дәнге осынша нан қалай сыйып тұр?" "Ас атасы нан, нан атасы дән, тоқшылық әрбір дәннің ішінде", деді әжесі. Мәдіхат Төрежанов. Мәтінде не туралы айтылған? Науан қайда келді? Неліктен ас атасы нан дейді? Мәтіндегі сөйлемдерден соң қандай тыныс белгілері қойылған? Осы сұрақтарға жақсылап тұрып жауап беріңдер балалар. Себебі жаңа ғана мәтінді оқып шықтық. Сол мәтіннен осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Келесі екінші жаттығуымызға қарайық. Мақалды көркем жаз. Дәнді шашпа, нанды баспа. Яғни балалар, дәнді шашуға болмайды екен, нанды басуға болмайды екен. Оларды біз қадірлеп, аялап ұстауымыз керек екен. Яғни нан деген ұлы бізге ең керекті заттың бірі екен. Нан дегенді басуға болмайды жалпы. Жақсы, келесі үшінші жаттығу сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Тары адам ағзасына пайдалы. Нүкте. Тарыдан қандай тағамдар жасалады? Сұрақ белгісі. Сұрап тұр, Жақсы балалар, сау болыңдар, каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.